келген мемлекет оқулық жасаудағы негізгі мақсаты мемлекетінің өзінің қоғамның мүддесін қорғау. Өзгеру қажеттілігі туралы 90-шы жылдардан тіпті 80-шы жылдардың соңынан бері айтып келеміз. Әліппе бұл басқа пәндерден ерек тұрған пән. Әріптер белгілі бір ретпен оқылып келді ғой, сол ретті өзгертетін болып жатырмыз. Оқулықтың айналасында проблемалар көп. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мұғалімдер бөлмесінің кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Бақытбекқызы. Бүгінгі біздің қонағымыз Оқулық Республикалық ғылыми-практикалық орталығының басшысы Нұрланов Елдос Болатханұлы мырза. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымыз сізге жалпы оқулық орталығы нақты қандай міндеттерді атқарады? Әуелі шақырғандарыңызға алғысымды білдірем. Бұл енді орталыққа келгелі бері алғашқы сұхбатым. Енді ұстаз тілегі деп аталатын сайтқа сұхбат беруге мүмкіндік беріп отырғаныңыз үшін рахмет. Енді оқулық орталығы биыл құрылғалы бері 16 жыл толып отыр. Оның негізгі мақсаты мектептерге және балабақшаларға ұсынылатын оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендердің сапалы болып баруы. Ол үшін біздің орталығымыз белгілі бір тақырыптық жоспар жасай отырып, баспаларға нақты қай сыныптардың, нақты қай пәндер бойынша оқу әдебиетінің әзірленетінін көрсетеді. Баспалар өзінің оқу кітаптарының нұсқаларын бізге жеткізеді. Біздің орталық сол кітаптарға ғылыми-педагогикалық сараптама жүргізеді. Ол үшін бізде 2600 сарапшы бар. Міне солардың ішінен білікті мамандарды тарта отырып, біз тиісті деңгейде заңнамада көрсетілген мерзім ішінде сараптаманы өткіземіз, және сол сараптама нәтижесінде пәндік сараптамалық комиссия мектептер мен балабақшаларға ең дұрыс мемлекеттік стандарттарға, оқу бағдарламаларына бар сұранысқа жауап беретін оқу әдебиетін таңдайды. Өте жақсы. Жаңа оқулықтарды сараптамадан өткіземіз дедіңіз, арнайы топ бар дедіңіз. Нақты осы сараптамалық топқа кімдер алынады? Әрбір оқулыққа ең әуелі заңнаманың талабы оқулықтар оқу әдістемелік кешенмен бірге жеткізілуі керек. Яғни оқулықпен бірге ілесіп жүретін әдістемелік құрал және оқушыға арналған кітаппен бірге. Жұмыс кітаптары ол хрестоматияда болуы мүмкін, ол атласта болуы мүмкін. Осы кітаптарды біз алған соң топ жасақтаймыз. Оған 3 адам кіруге тиіс. Біреуі ғалым кісі, екіншісі практик педагог, үшіншісі әдіскер кісі алынуы керек. Ғалым сол саланың маманы болуға тиіс. Оның бұрынғы жүйе бойынша кандидат я болмаса доктор болуы мүмкін, я болмаса сол 2010 жылдан бері енген PhD доктор болуға тиіс. Мамандардың да тиісті біліктілік санаты болуға тиіс. Сараптамашы ретінде қабылдап жатқанда қандай критерийлерге назар аударасыздар? Жаңа айтып кеткен критерийлер лауазымынан бөлек, ғылыми дәрежесінен бөлек. Мысалы, мұғалімдердің барлығы эксперттік топқа мүше бола ала ма? Егер біліктілік санаты заңнамада көрсетілгендей болатын болса, және де олардың тәжірибесі тиісті болған жағдайда, олар сарапшы болып кіруіне рұқсат бар. Жалпы былтыр біздің орталығымыз сарапшы болғым келеді деген айдарды сайтымыздан ашық қойған болатын. Бұл айдар арқылы біз бірсыпыра мамандарды өзіміздің базамызға кіргіздік. Енді жаңа авторлар деп қалдыңыз. Авторларды біз таңдамаймыз. Авторларды ол баспалардың өздері жүктейді. Баспа өзі бекітеді. Енді жалпы осы оқулықтарды сараптамадан өткізуде қоғамдық бақылау жүргізілетін түсінікті.
Енді ол жерде барлығы да білім саласына қатысы бар, қатысы жоғы бар. Енді дәл осы жерде сол білім саласынан жаңартылған оқу бағдарламасынан хабары жоқ адамдардың да, бірақ қоғамда белсенділік танытып жүрген тұлғалардың да осы бақылауда мүше екенін білеміз. Енді қаншалықты бұл кісілер сіздердің сұраныстарыңызға сәйкес бағалауды, сараптаманы, бақылауды жүргізіп беріп жатыр? Жалпы бұл енді бір өзекті мәселе. Өзі соңғы кезде мына әлеуметтік желілерде әжептәуір талқыға түсті. Ол жөнінде көп пікірлер айтылды. Соған бір жауап қайтарғанымыз да бар. Әлемдік практикада қоғамдық талқылау мына оқулыққа берілетін бағаның мардымсыз бір үлесін алады. Дәлірек айтқанда 5%-ға дейін жетпейді. Содан аспайды деген. Яғни қоғамдық талқылаудың негізгі мақсаты бұл жасалып жатқан жұмыспен таныстыру, оның барысынан, оның барысы бойынша хабардар ету. Сосын енді жасалған өнімдердің, яғни додаға түсіп жатқан оқу әдебиетінің мен таныстыру егер мүмкін болса. Сондықтан бұл ретте біз де бұндай көзқарасты ұстанамыз. Біздің заңнамада қоғамдық талқылаудың үлесі анықталмаған. Бірақ жаңағы айтып кеткенімдей, халықаралық практикаға ұқсас көзқарасты біз ұстанамыз. Біз негізінен жүргізілетін сараптамаға және сол сараптамадан кейін жаңағы жүргізілетін пәндік сараптау комиссиясының жұмысына көбірек мән береміз. Ең негізгі соларға назар аударады. Ең негізгі пікірді қарайтын сарапшылар және сол оқулықты сараптауға көңіл бөлетін, уақыт бөлетін сарапшылар жұмысының нәтижесі шешуші рөл атқарады. Қоғамдық талқылау маңызды кезең, дегенмен ол шешуші рөл атқармайды. Бұл сұрақты қойып атқан себебім көп жағдайда енді мүмкін болғанда шығар, белгілі бір жаңағы баспаның, не болмаса белгілі бір оқулықтың мүддесін жаңағыдай алға тартып, соны жалпы болды ма ондай тәжірибеде осы қоғамдық бақылау барысында? Енді жалпы нарық болғаннан кейін мүдде қайшылығы болады. Өйткені әрбір коммерциялық ұйымның басты мақсаты өзінің пайдасын көбейтіп, шығынын азайту. Бұл бизнестің басыбайлы мақсаты. Баспалар бүгінгі таңда бізде жекеменшік. Сондықтан олардың айналасында топтасқан авторлық ұжымдар бар, мұғалімдер бар, олар қоян қолтық жұмыс жасайтын мектеп ұжымдары да болуы мүмкін. Сондықтан біз қоғамдық талқылауға шығарғанда, әлбетте бұл жерде енді мүдделі тараптардың атынан белгілі бір жаңағы кісілердің сөз айтуы, пікір білдіруіне біз енді кедергі жасалмаймыз. Бұл енді қоғамдық талқылауның мағынасы да сондықтан да шығар. Оған жалпы қызығушылық білдіретін, оған бейжай қайыра алмайтын барлық адамдар қатысады және араласады. Дей тұрғанмен заңнамада бізде енді жалпы мүдде қайшылығын болдырмау, егер ол пайда болған күнде де оның салдарын азайтуға барынша шаралар қабылданған. Соның біреуі енді былтырғы жылғы өзгеріске сай келіп түскен оқулықтардың, оқу әдістемелік кешендердің барлығы иесіздендіріледі. Ол дегеніміз баспаның атаулары мен авторлардың аты жөні көрсетілмей беріледі. Басынан бастап соңына дейін. Яғни оның мұқабасы болмайды, оның жаңағы кіріс шығыс деректері де жаңағы көрсетілмей. Ішкі мазмұны ғана беріледі. Ішкі мазмұны, ішіндегі суреттері беріледі. Ол да бір сол қорғаудың бір жолы. Және біз енді өз ішімізде, мана айтып едім, сыртқы 2600 сарапшы бар. Солардың арасында сауалнама жүргіздік. Жалпы осы құпиялық режимі сіздердің жұмыс жасауыңызға қолайлы ма деп. 70%-дан астамы құпиялық енгізілгелі бері жұмысымыздың жеңілдегені және оған әділ, объективті баға беруге қолайлы жағдай туғанын жеткізді. Өте жақсы. Енді сіздің ойыңызша
оқулық кімге бағытталуы керек? Оқушының жалпы осы оқу мақсатына өзі жететіндей ақпарат беретін білім көзі ғана ма, әлде мұғалім үшін ішінде жаңағы тапсырмаларына дайын жауаптары берілген әдістемелік құрал ретінде ұсынылуы керек па? Өйткені мұғалімдер тарапынан өте көп жаңағыдай сындар айтылып жатады оқулыққа, ішіне мақсатқа жете алмай жатамыз берілген тапсырмамен, мәтін арқылы деп. Бұл жерде енді сіздің ойыңыз қандай? Енді жалпы оқулық оқытудың негізгі құралы. Оқулыққа ілесетін әдістемелік құрал, оқушының жұмыс дәптері тағысын тағылар, оларды оқытудың негізгі құралдары. Алайда жалғыз құрал емес. Осыны біріншіден мұғалімдердің, енді менің ойымша мамандар біледі, онымен шектелмеу керек. Ол түсінікті. Яғни оқу мақсатына жетуде тек оқу кітаптарымен шектелуге міндетті деген оқулық жай ғана ресурс деп қана ұсынады. Ол басты ресурс, бірақ жалғыз емес, жалғыз ресурс емес. Соны ескеруіміз керек. Енді жаңа сұрағыңызға мен былай деп жауап берер едім. 2012 жылдан бастап бізде білім беру мазмұнын жаңарту реформасы басталды. Ол мұғалімдердің біліктілігін арттыру және мұғалімдерді жетілдіру деп те атаймыз. Сол жүйені өзгертуден басталды. Әуелі сол жерде. Кейін 2016 жылдан бастап мектептерге ене бастады. Міне осы мемлекеттің бұл бастамасындағы басты идея біздің философиялық тұрғыда әлемде 90 жылдары қалыптасқан конструктивистік оқыту парадигмасына көшу болды. Оның негізгі идеясы ақиқат біреу емес. Қанша адам болса, ақиқатта соншама. Өйткені адамдар болмысты өзінше қабылдайды және өзінше жориды. Мінекей, білім берудің негізгі мақсаты балаға сол ақиқатты дап-дайын күйде беру емес, оның сол ақиқатты түсінуіне жол салу, көмектесу. Және ар жағында баланың өзі шешу керек. Ол сол ақиқатты сол күйінде қабылдай ма, әлде сол ақиқатты өзгертуге талпына ма? Сыни ойлану керек қой. Әлбетте. Міне, оның негізгі мақсаты сол. Осыған байланысты мұғалім енді бұрындары барлығын білетін бір энциклопедия іспетте сүрел атқарса, ендігіде ол көмекші, фасилитатор деп айтамыз. Ол ағылшынның сөзі, оның мағынасы жағдай туғызушы, көмектесуші, жеңілдетуші деген рөлге ауысу керек. Бұл жөнінде енді көптен бері айтылып келе жатыр. Білуімше білім жетілдіру курстарында да айтылады ол туралы. Білім беру курстарында да бұл негізгі қағиданың бірі. Енді педагогикалық білім беруде де бүгінгі таңда оған дәл сол күйінде біз көңіл бөлу керектігін айтамыз. Соны жүзеге асырып әріптестер. Жақсы. Енді оқулықты белгілі бір авторлық топ, жаңа баспа өзі ұйымдастырып, белгілі бір авторлық топ жазатыны түсінікті. Енді сол авторлық топ әрине ол жерде өзіндік бір көзқарасы, субъективті пікірлері болуы мүмкін. Енді сол бір ғана адамдар тобының ойының шеңберінде берілген мәліметтерді оқушылар оқу арқылы қаншалықты саналы жаңағыдай сыни тұрғыда ойлауға мүмкіндік ала алады. Бір ғана авторлық топтың берген мәліметтерінің шеңберінен аса алмай қалмай ма? Себебі мектептерде қазір бір мектеп ол бір баспаны таңдап, сол оқулықтың шеңберінде ғана білім алып жатыр. Қанша жерден біз бір оқулықты ресурс деп негізгі емес, бірнеше жаңағы ақпарат құралдарын пайдалана отырып оқу керек дейміз, бірақ көп жағдайда ол бізде іс жүзінде жүзеге асып жатпағандығын мойындауымыз керек. Ол бар. Сондықтан осы тұрғыда, осы жақтан алып қарағанда, бір ғана оқулықтың, бір ғана авторлық топтың берген мәліметіне ғана арқа сүйеу. Енді жалпы біз өзімізді конституциямызды зайырлы демократиялық мемлекет ретінде бекітілгелі бері жалпы қоғамның
демократиялануына көп мән берілуде ғой. Бұл дегеніміз пікір әралуандылығын ескеру, және дәл осы көзқарас оқулықтың ішінде де болуы керек. Авторлық ұжымдардың негізгі мақсаты сол қоғамдағы пәнге қатысты, пән мазмұнына қатысты пікір әралуандылығын бере отырып, оны оңтайландыру және белгілі бір теңгеріммен, баланспен беру. Бұл оңай емес, бірақ оны жасауымыз керек. Себебі кез келген мемлекет оқулық жасаудағы негізгі мақсаты, оқулықты тексерудегі негізгі мақсаты, бұл өзінің мемлекетінің, өзінің қоғамының мүддесін қорғау. Қазір енді бізде жалпы мына жекеменшік баспалардың бәсекелі ортаның пайда болуы, бұл балама оқулықтар. Яғни осы орталығымыз құрылғалы бері сол бәсекелі ортаға мемлекет тарапынан мүмкіндік туғызылды, сөйтіп бұл орта қалыптасты. Бүгінгі таңда олар баспалардың, мысалы енді белсенді баспалардың 20 болатын болса, жалпы әртүрлі оқу кітаптарын ұсынатын баспалар 40-тың шамасында. Оларды енді мектеп өзі таңдайды. Бір ерекшелік бұл тек бастауыш мектеп және кейбір оқу пәндері ғана. Қалғандары бойынша әрбір пән бойынша мемлекет 5 оқулыққа дейін рұқсат етеді. Егер сараптама нәтижесінде 5 оқулық стандарт оқу бағдарламасы және осы біздің орталығымыздың қоятын талаптарына сәйкестеп табылса, оны мектептер таңдайды. Ол екі. Үшінші, біз енді тәуелсіздігіміз 30 жылдығының қарсаңында сізбен сөйлесіп отырмыз. Тәуелсіз Қазақстанда қанша 8 миллионнан астам жаңа азамат туды деп айтады. Енді ұрпақ ауысуына қарай, менің ойымша, мына педагогтардың қатарында жаңа идеялар көбейеді. Ал жаңа идеялар, конструктивистік парадигма болсын, жалпы қоғамды демократияландыру бағыт аясында жүргендіктен, олардың енді бір оқулықпен шектелмей, әртүрлі ресурстарды пайдалану үрдісінің күшейе беретініне өз басым сенімдімін. Жақсы, енді қазіргі білім беру жүйесінің негізгі мақсаты тек қана білімді ғана емес, дағды мен икемді де қалыптастыруды қолға алып жатырмыз. Осы тұрғыда оқулық қаншалықты балаға дағды мен икемді қалыптастыруда қызмет етіп жатыр? Және сіздер әрбір оқулықты сараптамадан өткізу барысында нақты осы функцияны қалай бағалап жатырсыздар? Оқулықтану бұл екі саланың тоғысында жатыр. Бұл қолданбалы педагогика мен кітап басу ісінде. Егер осы екі саладағы бар проблема оқулықтанудың ішіне кіріп кетеді. Яғни бізде педагогиканың өзгеру қажеттілігі туралы 90-шы жылдардан, тіпті 80-шы жылдардың соңынан бері айтып келеміз. Сол педагогиканың кризисі дедік, оны кеңестік педагогикада айтылды. Сол мына білімге негізделген педагогикадан құзыреттілікке негізделген педагогикаға қарай өту керектігі жөнінде айтылды. Бұған теорияда да, практика жүзінде де көптеген талпыныстар жасалды. 2000 жылдан бергі қабылданған мемлекеттік құжаттарда ол жөнінде айтылған. Бірақ әлбетте бұны жасау оңай болған жоқ, себебі ол үшін дүниетанымды өзгерту керек. Енді 2000 жылдардан бері бұл проблеманы айттық. Енді осы мәселені шешуге бағытталған ең бір соңғы шаралардың бірі бұл білім мазмұнын жаңарту болған. Яғни біз енді білімге емес, құзыреттілікке қарай көңіл бөлу керектігіміз. Құзыреттілік дегеніміз бұл үш құрауыштан тұрады. Бұл білім, дағды және құндылық. Біз мына оқулықтарды орталығымыз әзірлеген және тиісінше бекітілген талаптар бойынша әзірлейміз. Ол жерде мазмұн, әдістеме, құрылымы, ұйымдастырылуы, тілі, қатталуы сияқты кітаптардың несіне
сапалық қырларына мән береміз. Жаңа сосын сіздің айтып отырғаныңыз бұл енді былай барлық критерийлерге бір арқау болатын принцип ол тұр. Оған көңіл бөлуге тырысамыз. Енді қазір қоғамда өте көп талқыға түсіп жатқан бұл әліппе оқулығының қайта ендірілуі. Енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Басқасында жүрсіз ғой, әліппе мен сауат ашудың қандай айырмашылығы бар? Былайша айтқанда сауат ашу пәні неліктен қоғамның көңілінен шықпады? Мен бұл жөнінде ойландым. Бұлай неліктен болды екен деп. Менің ойымша әліппе бұл басқа пәндерден ерек тұрған пән. Яғни әліппе бұл жалпы білімге жол бастайтын. Тіпті кейін енді жаппай білім беру жаппай конституциялық міндетке айналған күнде де кәдімгідей әліппемен танысу, сосын бірінші жаңағы оқу жылында әліппен қоштасу рәсімдері болады. Яғни әліппе біз үшін бұл пән емес, бұл символ. Бұл символ. Енді сонда біз ана пәннің атауын сауат ашу деп бастырғанда, біз сол символды жоғалтып алдық па деген бір менің ойымша бір сондай сезім болған сияқты. Сосын енді сауат ашудың этимологиясы әліппеден гөрі енді осалдау болды ма деймін. Ол бір. Екінші енді мына әліппені біз қазір қайтарып жатырмыз ғой. Яғни біз енді шетелдік тәжірибені барынша өзімізге кіргізіп, соны өзімізге бейімдеп, енгізуге тырысып жатқандықтан біз енді әжептәуір кемелдендік. Ендігі уақытта біз сол әлемнің ұлыларын өзіміздің жаңағы ұлы тұлғаларының жаңағы шығармашылығымен салыстыра да бастадық. Бұл тұста бізге жаңағы жасаған қорытындымыз жалпы мына 1912 жылы қателеспесем Орынборда Ахмет Байтұрсынұлының алғашқы әліппесі шыққан болатын. Яғни ол кісі сол кездегі төте жазудың бізге әліппесін, біріншіден әліппені жасап берген, алфавитті жасап берген, екіншіден көрдіңіз ба? Алфавит, әліппе, этимологиялық жағынан қандай жақын, сол кісінің шығармашылық мұрасында бүгінгі таңда біз айтып жатқан мына озық педагогикалық әдістемелік идеялармен жаңағы үндеседі екен, соны көрдік. Және ендігі уақытта сол әдістемені енді ұлттың басты ұстазы дейміз, соның идеяларын осы әліппеге қайтару мүмкіндігіне көзіміз жетті. Міне, яғни әліппенің енді тағы бір ерекшелігі сол, соған байланысты қазір енді мына әліпбиде берілуіне қарамастан жаңағы әріптер белгілі бір ретпен оқылып келді ғой, сол ретті өзгертетін болып жатырмыз. Мінекей, осындай өзгерістер жалпы сауат ашудың тек жаңағы атауын, маңдайшасын ғана өзгертіп қоймай, оның мазмұнын да өзгертіп, жаңа оқу бағдарламасы жасалды. Сондықтан енді әліппенің қайтуы ұлтымыз үшін маңызды сондай бір өзгерістермен тұспа-тұс келіп жатыр, сондай бір жетістіктермен тұспа-тұс келіп жатыр. Жуырда біз әлеуметтік желіде осы 100 жыл өткеннен кейін елдің бір кемелденген шағында мына бірінші сыныпқа жаңа оқу жылынан бастап енетін әліппе мен букварь еніп жатыр. Сонда әліппе бойынша 5 нұсқасы дайындалған екен. 5 нұсқа. Көріп шықтыңыз. Көріп шықтым, иә. Өз басым ана видеоны қарап отырғанда ойладым. 5 бірдей нұсқа дайындадық. Әрқайсысы кәдімгідей бір-бірімен иық тірестіретіндей нұсқалар. Ахаңның енді әдістемесін келтіріп, оны заманауи идеямен ұштастырып жатыр екен. Демек бұл біздің елдігіміздің және енді отанымызда сондай оқулықты жасау әлеуетінің артуының көрсеткіші ғой. Біз соны көрсеткіміз келді. Біз сонымен
керек болса мақтанғымыз келді. Әлбетте біз қайсы бір баспаға не басымдық бере алмаймыз, басымдық беруге хақылы емеспіз. Дей тұрғанмен жалпы мұндай потенциалдың қалыптасып, одан әрі жетілгенінің бір белгісін көргеніме өз басым қуандым. Өйткені өзіңіз білесіз, енді оқулықтың айналасында проблемалар көп. Ол енді бір бөлігі жаңағы енді жалпы білім саласының проблемалары бізге де әсер етеді, көрініс табады. Сонда да кітапты жасай алады екенбіз. Қазақтар кітапты жасай алады екен, әліппесін жаза алады екен. Соны бір емес, керек болса бірнеше нұсқасын шығара алатынына өз басым қуандым. Ендігі алдағы уақытта бұның барлық пәндер бойынша енді осындай бір жұмыстарды жүргізе алсақ деген үмітім бар. Және енді мына 5 нұсқаның ішінен енді шынымен таңдау оңай болмас, сонда да біреуін таңдау керек болып тұр. Енді оны алдағы уақытта әліппеде сонда баламалы оқулықтар болмайды, біреу ғана таңдалады, иә? Бүгінгі таңда сол заңнамада сондай талап қойылған. Бастауыш мектепте жалпы біртұтас базалық оқулық біреу ғана пайдалану керек. Яғни оны әзірлеу ісімен сараптамадан өткізуге бірнешеуін өткіземіз. Содан кейін бірнешеуінің ішінен біреуін ғана таңдау керек екен. Түсінікті. Енді дәл ол тек қана әліппеге ғана қатысты емес, бастауыштағы барлық пәндерге қатысы бар. Жақсы. Енді Қазақстан тарихы оқулығының жазылуына да осындай талап қойылды, қателеспесем. Тек қана бір авторлық құрамның, бір ғана баспаның шығарған оқулығы бүкіл Қазақстанға тарайды. Енді осы ретте де сонда әрбір баспа ең алдымен өзінің оқулығын ұсынады. Соның ішінен біреу ғана таңдалып алынады, барлық баспаның авторларын біріктіріп бір оқулыққа жұмылдыру ол қарастырылмайды, Қарастырылмағанда бұл негізі баспалардың өздерінің ісі. Яғни ол нарық. Енді былай нарықтық дүниетанымның негізгі принципі оған мемлекет араласпау керек. Оларға мейлінше еркіндік берілсе, олар нарық өзін өзі реттейтін құрылым. Барлық авторларды біріктіру, енді оқулықтың белгілі бір авторлар саны болады. Бұл жерде енді авторлардың қанша болу керектігі, олардың қаншалықты үйлесімді болуы бұл баспаның ісі, біз оған араласпаймыз. Көбінесе бұл жаңа өзіңіз айтпақшы бірнеше баспалар өзінің нұсқаларын ұсынады. Соның ішінен сондай бір біреуін ғана таңдауға тура келеді. Енді сіздердің орталықта ғылыми кеңестің бір міндетінің бірі әдістемелік құралдарды сараптамадан өткізу деп көрсетілген екен. Сайттарыңыздан қарап шықтым. Енді дәл осы жерде қойғым келетін сұрақ, бұл Қазақстанның барлық мұғалімінің жаңағы сіздерге ұсына ала ма өздерінің жасаған әдістемелік жұмыстарын? Себебі нақты көрсетілмепті. Жалпы бізде әдетте әрбір қалада әдістемелік кеңеске беріп жатады. Енді оқу жылының басына таман, қателеспесем тамыз айында тақырыптық жоспарды қалыптастыра бастаймыз. Оны авторлық ұжымдар, баспалар, яғни әзірлеушілер баспа болмауы да мүмкін. Олар өздерінің оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерін ұсына алады. Баспаға қатысты жоқ ұжым, егер өздері басып шығару мүмкіндігі болса. Өйткені баспаға қолжазба түспейді. Тиісінше қатталған жаңағы түпнұсқа макет. Яғни мына кәдімгі жаңағы басып шығатын кітапқа ұқсас, сонымен бірдей үлгідегі жаңағы ессіздендірілген кітап. Егер жаңа сіз айтып отырған кітап оқу әдістемелік кешен болатын болса, ол белгілі бір оқулықпен байланысты болу керек. Яғни егер ол оқулықпен байланыспаған, сосын оқу әдістемелік кешенге жатпайтын кітап болатын болса, онда ол мемлекет есебінен сараптамадан өтпейді. Олар бізге беруіне болады, бірақ онда ол сараптамаға
сараптама құнын сол авторлық ұжымның өзі көтеруі керек болады. Ал егер белгілі бір оқулыққа бағытталған болса, онда тегін сіздер сараптамадан өткізіп бере аласыздар. Иә, онда бұл тұста енді мына оқулық бұл қайсы бір баспаның өнімі болғандықтан бұл ретте авторлық мәселе туындайды. Сондықтан авторлық ұжымдар өзара белгілі бір уағдаластыққа келуі керек болады. Әйтпесе ол оқулықпен бағытталған күнде де ол оқулықтың оқу әдістемелік кешен болып саналу мәселесі бойынша дау-дамай туындауы мүмкін. Бірақ жалпы сараптамадан өтуіне бар. Мәселе оның қаржыландыру көзінде. Оның бағаларын қалай көруге болады? Сайтта мен ондай мәлімет байқай алмадым. Кімге хабарласу керек? Себебі бізде мұғалімдер өте көп жасатын, жаңағыдай ұжымдық топтар да бар, бірақ баспаға баруға не болмаса ондай бір қадамдарын білмей жатады. Осы тұрғыда белгілі бір әдістемелік кеңестің шешімі де керек болып жатады. Осы тұрғыда сіздер қаншалықты қызмет көрсете аласыздар жалпы мұғалімдерге? Бұл жерде екі мәселені бөліп алуымыз керек. Біріншісі, егер олар өзінің туындыларын мысалы оқулық республикалық ғылыми практикалық орталығының сараптамасынан өткізгілері келсе, олар бізге хабарласу керек. Біз табиғи монополияларды реттеу комитеті бар. Солардың бекіткен бізге жаңағы сараптаманың несі бар, құны бар. Сол құны бойынша олардың жаңағы бізге жеткізген туындысының бағасын есептеп береміз. Жалпы біз қазіргі уақытта қайта құрудан өтіп жатырмыз. Былтыр жылдың желтоқсан айында үкімет сондай шешім қабылдаған болатын. Енді оқулық республикалық ғылыми практикалық орталық болмаймыз. Біз білім беру мазмұнын сараптау орталық боламыз. Өте жақсы, құттықтаймын. Қызметіміз кеңейеді және ұйымдық құқықтық формамыз да өзгереді. Енді қазыналық кәсіпорынымыз шаруашылық басқаруындағы кәсіпорын боламыз. Енді бұл бір мәселе. Екінші мәселе, егер олар баспаның құрамындағы авторлар болатын болса, олар тиісті оқудан өтеді. Бүгінгі таңда ол құқық емес, ол міндет. Жалпы авторлар белгілі бір оқудан өту керек. Бүгінге дейін бізде екі ұйым сол оқытудың бағдарламаларын бекітіп жүргізуде, ол Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті және педагогика ғылымдарының академиясы қоғамдық бірлестігі. Міне осы ұйым жүргізеді. Оған жаңағы баспаның құрамындағы авторларда және жалпы бұл мәселеге қызығатын, жаңағы өзіңіз айтпақшы, жаңағы шығармашыл мұғалімдерде кітап шығарғысы келетін кез келген адам қатыса алады. Елдос Болат ханым, сізге үлкен рахмет. Бағдарламамызға келіп, сұрақтарымызға жауап беріп, себебі бұл сұрақтардың барлығы қазір мұғалімдердің көкейтесті негізгі сұрақтары ғой. Сондықтан уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың алғыс сізге. Рахмет. Мазмұнды сұрақтарыңыз үшін, бұл атмосфера үшін және жалпы енді оқулық мәселесінде енді қоғам білмей жататын тұстары баршылық. Соған енді өз басым сол енді мына жүргізілетін жұмысты барынша жетілдіруге атсалыссам екен және жүріп жатқан жұмыспен қоғамды таныстырсам екен деген бір ниетім бар. Енді өздеріңіз сияқты бақ құралдары арқылы соны жүзеге асырамыз. Бүгінгі сұхбатыңызға сізге де рахмет. Біз көмектесуге әрқашан дайынбыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.